Баршаңызға сәлем. Бүгін 2 сынып қазақ тілі 86 сабақ зат есім. Егер видео ұнаса соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, және де арнаға тіркелуді ұмытпаймыз. Зат есім. Біз бұл тақырыптан зат есімнің сөз табы екенін білеміз. Және де мәтін мазмұнын анықтауға бағытталған сұрақтар құрастырып, оларға жауап беруді үйренеміз. 6-шы жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Жаңа оқу жылының алдында Тұмар анасымен дүкенге келді. Олар бірге киім таңдады. Бәрі жарасып тұр. Анашым, енді атам мен әжеме базарлық алайық, деді Тұмар. Өте дұрыс айтасың, қызым. Ол кісілерге қандай базарлық аламыз, деп анасы қызын қуана құптады. Тұмар үйге кіре сала, ата, сізге базарлыққа ақ қалпақ, әжеме ақ жаулық әкелдік, деп атасына күлімдеді. Күнім-ау, әкелген базарлығың үшін ақ батамды беремін. Жақсы оқып қатарыңның алды бол, деп атасы оның маңдайынан сүйді. Мәтіннің мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақтар қойыңдар. Мәтінге ат қой. Мәтінге базарлық деген ат қоюға болады. Енді берілген ережеге мән берейік. Оқып, есте сақтап, жаттауға тырысайық. Заттың атын білдіретін сөздерді зат есім деп атайды. Зат есімдерге кім, кімдер, не, нелер деген сұрақтар қойылады. Мысалы, адам, көгершін, жазушылар, құлындар. Келесі 7-ші жаттығу. Өлеңді көшіріп жаз. Қозым дейді мені апам, қозым дейді мені атам. Сөздеріне күлемін, қозы емеспін білемін. Өлеңнен зат есімдерді тап. Өлеңнің ішіндегі зат есімдер қозым, апам, атам және қозы. Келесі 8-ші жаттығу. Оңнан солға қарай оқыса да, солдан оңға қарай оқыса да, өзгермейтін сөздерді тап. 9-ші жаттығу. Көп нүктенің орнына керекті сөздерді қойып, өлеңді көшіріп жаз. Керекті сөздер аяғыңды, батыл, батыр, саусағыңды. Зат есімдердің астынсыз. Ал енді әр тапсырмаға жеке-жеке тоқтала кетсек. 8-ші жаттығу. Оңнан солға қарай оқыса да, солдан оңға қарай оқыса да, өзгермейтін сөздерді тап. Қазақ, қалақ, қабақ, қырық, кесек, керек. Осы сөздерді оңнан солға қарай, солдан оңға қарай оқыса да, өзгермейтін сөздер болып табылады. Келесі 9-ші жаттығу. Көп нүктенің орнына керекті сөздерді қойып, өлеңді көшіріп жаз. Өс-өс балам өсе бер, батыр бол палуан білекті, батыл бол таймас жүректі, саусағыңды созайық, аяғыңды жазайық. Енді осы берілген өлеңнің ішінен зат есімдердің астын сызамыз. Олар балам және палуан. Кім балам, кім палуан. Кім деген сұраққа жауап беретіндіктен бұл екі сөз бізде зат есім болып саналады.